Сәлем достар, 5 минутта дайын болатын корзина салатын рецептімен бөлісетін боламын. Бізге керекті заттар менде чеснок қатырылған, сыр, лист салата, колбаса, қияр, шампиньон, майонез, лаваш. Ең алдымен лавашымызды домалақ қылып кесіп аламыз. Егер де сіздердің лаваштарыңыз домалақ болса, кеспей қойсаңыздар болады. Мен кішірек көлемде жасаймын. Егер корзиналарыңыз үлкен көлемде болған қаласаңыздар, үлкенірек домалақ қылып кесіп алсаңыздар болады. Осыны бір ғана домалақ корзина қылып кесіп алуға болады, или немесе екеу ғана. Мен 4 корзина жасайтын боламын. Осылай домалақ қылып белгілеп аламын да, сосын қайшымен кесіп алатын боламын. Енді заттарымызды 4 бұрышты қылып турап аламыз. Колбасамызды 4 бұрышты тураймыз. Менде шампиньон туралған болғандықтан турамайтын боламын. Егер де сіздердікі бүтіндей болатын болса, онда 4 бұрышты қылып турап алыңыздар. Шампиньоннан кейін қиярымызды 4 бұрышты қылып турап алатын боламын. Лист жапырақтарымызды да турап аламыз. Содан кейін сырымызды 4 бұрышты қылып турап аламыз. 4 бұрышты қылып турағаннан кейін лист салатымыздың кішкенесін и сырымызды алып қаламыз салатымыздың бетін әсемдеуге. Лавашымызды ет сүзгішке салып, қызып тұрған сұйық майға шетінен домалақтап отырып қуырып аламыз. 1 минуттан қуырылады. Майымыз қатты қызып тұру керек. Лаваштарымызды қуырып алдық. Корзина жасап, енді соус жасаймыз. Салатымызға, майонезімізге чесногымызды салып араластырамыз. И туралған салатымыздың үстіне салып, салатымызды жақсы араластырамыз. Осы мезгілде 1-2-3 минутта біздің лавашымыз уже суып қалады. Дастарханға қоярдың алдында лаваштың ішіне салу керек салаттарды. Бұл салатты лавашпен бірге жеу керек. Егер лавашпен бірге жесеңіздер, салаттарыңыз қытырлап өте дәмді болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер де видеоны дәл осы жерінен көрсеңіздер, маған тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп қойыңыздар, лайк басып отырыңыздар, комментарий жазып отырыңыздар. Менімен бірге болғандарыңыз үшін рахмет. Сіздермен бірге болған Алима Жарқынбекқызы.